Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, жүрек тыныштығын тілеймін. Әрбіріңіздің жүректеріңіз тыныш болсын. Алладан тілеп жатқан дұға тілектеріңіз, арман мақсаттарыңызға Алланың қалауымен ешбір кедергісіз жете беріңіздер. Осы арман мақсатқа ешқандай кедергісіз жетуге тырысқанымызбен де бізді осыдан тосып қалатын жолдар, біздің жалпы арманға, мақсатқа кейде жете алмай қалғанымызға кедергі болатын негізгі факторлардың бірі осы көре алмаушылық, қызғаншақтық екен. Өзімізді тәрбиелеу жолында көре алмаушылық пен қызғаншақтықтан, осы жаман қасиеттерден өзімізді арылтатын болсақ, тиятын болсақ, осы әдеттерді жақсы жағына, өзгенің қуанышына, қуануына, өзгенің жетістігіне іштарлық жасамауға кеңдігімізбен жүрегімізді ашып, шүкіршілігімізбен өзіміз жеткенде қуанатын болсақ, Алла бізді де үлкен қуаныштарға жеткізіп қояды екен. Сондықтан ешқашан ешкімнің жетістігіне, ешкімнің бақытына, байлығына қызғанбаңыз. Керісінше ризашылықпен, қуанышпен, жақсылықпен, шаттықпен қуана біліп, қуанып, тілекші болып, жақсы тілектер арнап үйреніңіз. Сіздің нейронный связыңызда, басыңызда, клеточный ойыңызда жақсы дүниелерді тілеп, жақсы біреуге жақсылық тілей алған кезде, біреудің қуанышына шын қуана білген кезде, жетістіктеріне шынайы ықыласпен сүйсіне білген кезде, біздің де нейрондарымыз өзімізге сондай дүниелерді тартады екен. Сондықтан кері кететін, кер тартпа әрекеттерден, кер тартпа, кер мінездерден, сол кеселдерімізден емделейік. Әркіміміз өзімізді жеңіп, өзіміздің бойымыздағы минус мінездерімізбен күресе білетін болсақ, жеңістің жарты жолына жеткендігіңіз. Әрқашан өзіңізді қандай ойлар ойлап жүрсіз, ойыңызға мұқият, мықты фильтр қойыңыз. Қызғанышына ішіңіз қылып ете қалған кезде өзіңізді тоқтатып, шүкіршілікке келіп, қуаныңыз, шынайы қуаныңыз. Бар эмоцияңызбен қуаныңыз. Сіздікі болып жатқандай, сіздің өміріңізде болып жатқандай қуаныңыз. Сол кезде ми, мына қуанады екен ғой, бұған қуанышты, бұған бақытты, бұған шаттықты берсе, бұл осыдан ләззат алады екен деп, сізге де өте керемет дүниелерді жақын арада өміріңізге сәттілікпен алып келетін болады. Әрқашан қуанып жүріңіз, күліп жүріңіз, өзгенің қуанышын жарыса айтып жүріңіз, сүйіншісін беріп жүріңіз, шынайы, шын жүрегіңізбен тілекші болып жүріңіз. Алла сізге де беріп